Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін математика пәнінен қашықтық оқыту сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы диаграмма және пиктограмма құру. Сабақтың мақсаты деректерді жинау, кестелерді, пиктограммаларды, диаграммаларды күнделікті материалдардың көмегімен жүйелеу, жасап бітіру, құру. Азат 7 жаста. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Азаттың бойы 125 сантиметр. Шынымен де Азаттың бойы өте ұзын. Азаттың бойы 1 жаста 75 сантиметр болды. 2 жаста 88 сантиметр. 3 жаста 97 сантиметр. 5 жаста 100 сантиметр. 7 жаста 125 сантиметр болды. Осы мәліметтерді диаграмма деп аталатын сурет арқылы көрсетуге болады. Қарашы, онда Азаттың жасы және оған сәйкес бойының ұзындығы көрсетілген. Бұл Азаттың бойының диаграммасы. Сенің алдыңда қағаз қорап. Қораптың сыртындағы белгіні көрдің бе? Сен қалай ойлайсың? Ол нені білдіреді? Дұрыс, бұл қораптың ішіндегі затты құрғақ жерде сақтау керек деген белгі. Мұндай белгілер пиктограмма деп аталады. Пиктограмма символ ретінде пайдаланылатын сурет. Пиктограмма белгілі бір мағлұматты бейнелейтін кескін. Ал балалар, біз бейнебаяннан не түсіндік? Дұрыс айтасыңдар. Диаграмма ол тік төртбұрышпен шаршыдан тұрады. Ал пиктограмма ол сурет пен таңбадан тұрады. Пиктограмма мен диаграмма мәліметтерді салыстыру үшін қолданылады. Балалар, бүгінгі сабақта диаграмма мен пиктограмма құруды үйренеміз. Бүгінгі сабақты жақсы түсіну үшін әжелер бізге самса келген. Сол самсаларды есептеп көрейік. Тапсырма: әже, ет, картоп және орамжапырақ қосылған самса пісірді. Суреттегі пиктограмма мен диаграмманы салыстыр. Диаграмманың әр бағаны нені білдіреді? Енді балалар, самсалардың суреттеріне мән беріп қарайық. Самсалардың ішіне салынған салмалары бойынша санап көреміз. Ет қосылған самса 6, картоп қосылған самса 7, орамжапырақ қосылған самса 5. Осы пиктограмманы пайдалана отырып, біз диаграмманы қалай құрастырамыз? Қане, ойланып көрейікші. Енді осы самсаларды ішіне салынған салмалары бойынша диаграммаға орналастырайық. Қалай ойлайсыңдар? Біз диаграмманың бірінші бағанына қай самсаны орналастырамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ең көп самса, картоп қосылған самса.
Сондықтан оны бірінші бағанға орналастырайық. Себебі пиктограммадағы 7 картоп қосылған самсаны диаграммада біз 7 қызыл тік төртбұрышпен белгілейміз. Дұрыс. Екінші бағандағы 6 көк тік төртбұрыш ет қосылған самсаның санын білдіреді. Ал үшінші бағандағы 5 жасыл тік төртбұрыш орам жапырақ қосылған самсаның санын білдіреді. Оқулықтың 98-ші бетіндегі отбасындағы түскі ас тапсырмасын жұптасып орындайық. Отбасындағы түскі ас кестесіне құрылған диаграмманы пиктограммаға айналдыру. Диаграммаларға қара және сұрақтарға жауап бер. Әкесі неше самса жеді? Анасы неше самса жеді? Әжесі неше самса жеді? Қызы неше самса жеді? Қане балалар, осы тапсырмадағы суретке зер салайық. Суреттегі диаграмманы пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Диаграмма бойынша пиктограмма құрастырып, суретін ақ қағазға салып көрейік. Жарайсыңдар. Тапсырманы тамаша орындадыңдар. Енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Ол үшін мына суреттерге назар аударайық. Хаттарды санайықшы. Иә, 9 хат бар. Ал осы 9 хатты диаграммаға 9 тік төртбұрыш етіп саламыз. Бұл бағанды хаттар деп атаймыз. Пиктограммада неше сәлемдеме бар? 3. Дұрыс. Екінші бағанға 3 тік төртбұрышты салып, оны сәлемдеме деп атаймыз. Хат кем бе, әлде сәлемдеме кем бе? Дұрыс, сәлемдеме кем. Екінші тапсырма. Жиналған өрік. Диаграмманы оқы. Бөлек қағазға пиктограмма сал. Көк өрік 4, сары өрік 3, қызыл өрік 8. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Серікте 8 түрлі түсті қарындаш және 2 жай қарындаш бар. Ал Нұрәліде 7 түрлі түсті қарындаш және 1 жай қарындаш бар. Серік пиктограмма, ал Нұрәлі диаграмма құрды. Балалардың қайсысы тапсырманы дұрыс орындады? Дұрыс айтасыңдар. Нұрәлі диаграмманы дұрыс құрды.
Ал Серік пиктограмманы құрғанда қателік жіберді. Ол тағы бір қарындашты салуды ұмытып кеткен. Яғни Серік пиктограммада тағы бір қарындаш салуы керек. Сабағымызды қорытындылау мақсатында алма ағашы арқылы кері байланысты ұйымдастырамыз. Осымен бүгінгі математика пәнінен қашықтық оқыту сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.